ютубер қыз деген болады. Маған бастама жатып, тікелік блокпостты ұмытпаңыздар, бұл сериал вообще болмаған. Вот. Бастама жатып маған тіркеліп блокпостты ұмытпаңыздар. Ендеше біз бастаймыз, кеттік. Достар, сөзден шаталашып жатсам, кешірім сұраймын. Так, таң атқапты ғой, тұрайын, құрсын. Бүгін 2 күн ютубта жоқ болдың. Ютуб бәрі подписчиктермен сұрап жатыр. Қайда кетіп қалдың, қайда? Сондықтан мен бүгін видео түсіруім керек. Так, мен барып жуынып келейін. Так, бүгін не түсірсем болады екен? Идея жоқ ше. Может 24 сағат бір бөлмеде түсірейін ба? Оны потом көрем. Жарайды, мен тез жуынып алайын. Все, болдым. Енді мен кеттім анекқа. Так, бүгін мен екемін. Мынаны кие салайыншы. Енді тамағымды істейін. Так, мен қазір өзім блогымды түсіре салайыншы наған. Так, мынақта қазір қайда менің штаным? Вот. Мынаққа қойайын. Так. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Арай. Бүгін достар менде менің влогым болады. Бастама жатып маған тіркеліп блокпостты ұмытпаңыздар. Ендеше біз бастаймыз, кеттік. Так, өшіп қойайын. Мынаққа қойайын. Так, болдым. Достар, қазір сіздермен бірге тамақ жасауды көрсетемін. Ендеше мынаққа келейін. Бізге ол үшін осындай бір ұн керек. Сосын бізге осындай бір ірімшік сияқты бірнеге керек. И соны бір-біріне қосамыз. Сосын осындай бізде фри болып шығады. И оны біз пісіреміз. Мінеке, оған шейін ыдысымызды дайындап, кружкамызды дайындап қоюымыз керек біз, а то қазір күйіп кетуі мүмкін. Болды достар, енді саламыз. Мінеке, көргендеріңізде осындай әдемі не шықты, фри. Вот. Қазір шайымды құйып алайын. Енді біз қасына андай нан мен клубника әдемі бір қосылған бірдеңке жасаймыз. Қазір көрсетемін. Мінеке достар, қалай әдемі мана менің тамағым өзім жасаған. Достар, менде осындай айтқандай, осындай бір наме, бір клубника. И біз қазір клубниканы кесеміз. Мінеке достар, қазір кесеміз. Вот достар, осылай кесу керек. Енді біз пышақты қойып, нанды алуымыз керек. Енді нанның үстіне қосамыз. Сосын осындай бізде әдемі бір пирог ба сондай шығады. Достар, көргендеріңіздей біздің столигіміз қандай әдемі болды. Енді асықпай отырып тамағымызды жеп алайық. Так, енді мынаққа қойып, мен түсірейін. Дауысым қатты шығаруым керек, а то қазір естімей қалдып, тағы комментке жазатын шығар. Вот достар, енді біз тамағымызды жейін деп жатырмыз. Бізге ас болсын. Достар, өте дәмді болып жатыр тамақ деген, маған қатты ұнады. Достар, қазір біз Мегаға барып қыдырып келетін боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Рәсіздіріп болдым ғой. Енді боянып шынымен де шығу керек. Так, қазір мен боянып тағы түсіру керек, жарайды. Так. Достар, біз қазір боянуға келдік. Мен қазір кофемді ішіп алайын. Міне достар, мен боянып уже почти болдым. Енді заттарымды салып, киініп, образ дайындаймыз бірге. Қандай образ ететінді қазір көрсетемін. Достар, менде осындай әдемі бірдей образ таңдадым. Осындай әдемі, иә достар. Ендеше біз кеттік шығамыз. Вот достар, үйге келген соң достар, мен сіздерге обязательно рум-тур түсіретін боламын. Енді осы яқтын тоқтатайын да, Мегаға барған соң түсіремін.
Шаршап кеттім ғой. Кеттім. Шығайын. Достар, мен өкінішке орай Мегаға емес, кафеге келдім. Өйткені Мега жабылып қалыпты, кешке жабылып қалады екен, сондықтан да мен осы ресторанға келдім, бірақ көңілімді түсірмейін. Так, даяршы, келесіз ба мында? Саламатсыз ба, не керек? Мәңіз сіздің ақшаңыз. Рахмет, сау болыңыз. Достар, енді мені тамағымды асықпай жей берейін. Келгеніме қуаныштымын, көп рахмет. Андысында келіп тұрыңыз. Сау болыңыз. Достар, мен үйге қатты шаршап келдім. Прямандай не болды да, мен үйге абсурд робын тұрды сұрамайын, потому что мен шаршап тұрмын. Қазір шайымды ішемін да. Кішкене бір жаттығу залына барамын, сосын ұйықтаймын, сөйтіп кеш батады. Так, мына видеомды жүріп қойшы. Шаршап тұрмын, ұйқым келіп. Жарайды, киімді ауыстырайын. Пижамный киімді. Так, осынды кие салайын да, барып тамағымды істеп, жеп алайын, сосын ара қарай жаттығу залына барам. Так. Барғым келмей тұр, жарайды, бара салайын. Так, мен бүгін коктейль іше салайыншы. Все болды. Так, все болды. Мен де барып, мен киініп жаттығу залына барайын. Так. Видео түсірейін. Менің нем қайда? Так, міне қоямыз. Так, достар, менде осындай әдемі образ шықты. Қазір біз жаттығу залына барамыз. Мен бірге болыңыздар, кеттік.